деген жерде ең бірінші 1000 Совет үкіметі келгеннен кейін 1928 жылы ТОЗ ұйымдасқан. Товарищеский общество земледелия деген. Орысша. ТОЗ. Қазақша аудармасы жоқ. Қазақтар ТОЗ деп кеткен. Соны ұйымдасқаннан кейін онда егін салған. Егіндер, шаруашылықтар жақсы болған. Онда 20-дан где-то 30 шақты үй болған. Содан егін салып, жақсы өнім алған. 31 жылы жақсы астық алған. Бірақ 17 район жақын районға бәрін тас болған ғой, үкіметке деп. Үкіметке деп тас болған. Содан ештеңе қалмаған. Содан аштық басталған 32 жылы. 32 жылы аштықта сол жердегі бүкіл ауыл қырылып қалған. Шамасы барлар көшіп кеткен. Оның үстіне оба деген ауру болған. Оба деген чума. Сол ауру болған. Сонда елдің бәрі қырылып қалған ғой үйдің ішінде. Сосын сол себепті сонда ескерткіш қойдық. Анау жардың жегінде бәрі кісілердің өліктері, сүйектері жатыр. Ол жерде бәрінде. Сол ел ұмытпасын, ол қазаққа жалғыз біздің ауылға тиген зобалаң емес, ол бүкіл Қазақстанда болған зобалаң. Орысша айтқанда геноцид. Қазақтарды қыру болған ғой мақсаттар. Малын бәрін тартып алып бәрін. Вот сондай жағдай. Сосын ескерткіш қойдық соған. Кісілердің аттарын білмейміз, бірақ қай жерде қырылғанын білеміз. Орайым деген жерде, Қиқада, Байғозда, Егінбайда, мына жерде Ащы деген жерде, мына жерде Тоғайда, Құмда, Төреде, сол бәрі аштықтан қырылып қалған кісілердің кісілер бәрі. Сондай жағдай. Соған арнап белгі қойдық 60 жыл.